Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи вассалам айтады, қиямет қайым болған кезде бір адамды дозаққа салып алады екен. Бір батырып алады, хадисте ғамса деп айтады. Яғни, бір алдыңызда бір су тұрса, соған қолыңызды батырып алыңызшы. Қанша су келеді сол суда? Қолыңызда, бармағыңызда қанша су болады, айтыңызшы. Сол суды қазір ораза кезінде дейік, сізге біреу рұқсат берсе, мұздай, тастай суды алда, қолыңды бір батырып алда, сол қолыңдағы суды ішсең рұқсат десе, қолыңызды сілтейсіз, қойшы, одан не ішем менен, ол су не су енді деп, дұрыс па? Рас қой, дым емес қой ол енді, түкте емес. Аллах Тағала бір адамды алып келеді екен. Ол адам өмірінде рахат көрмеген дейді. Өмірінде рахат көрмеген деген қалай? Туылғанда ата-анасын көрмеген. Туыла салып денсаулығы болмаған. Мал байлығы болмаған. Ағайын туысы жоқ. Өмір бақи кедейшілік, ауыртпашылық, денсаулық, бүкіл дүниедегі бақытсыздықтың бәрін татып дәмін көрген. Дүниеде өмірі бір жылылық, жақсылықты көрмей өткен адамды алып келеді екен. Сөйтіп сол адамды жәннатқа бір батырып алады дейді. Бірақ батырып алады. Неге келеді дейсіз ол бір батырғаннан деп отырмыз ғой. Сөйтіп сұрайды екен, пендем, дүниеде не көрдің десе, я Раббым Алла, мен дүниеде ешқандай қиыншылық көрмедім дейді екен. Ойлаңыз. Өмір бойы, 80 жыл бойы, 90 жыл бойы бүкіл бақытсыздықтың бәрін көріп өтсе де, жәннатқа бір батырып алғанда ұмытып кетеді дейді. Жоқ болады екен оның бәрі. Білмеймін, көрмедім, ешқандай бақытсыздық көрмедім дүниеде дейді екен. Біздің бір кішкентай тісіміз ауырып, бір түн ұйықтамағанымызға қандай қиналамыз. Күндіз бір 10-12 сағат шөлге шыдай алмай қысылғаныңызда қандай қиналып қашасыз, ораза тұта алмаймын екен деп. Жәннат бір батырып алғанда бұл бақытсыздықтың бәрін жоқ қылады дейді. Дүниеде бүкіл байлық, бақыттың бәрін көрген бір адамдап келеді дейді. Дүниеде не байлық бар, не бақыт бар, соның бәрінің дәмін татып көрген адамдап кеп, дозаққа бір батырып алады дейді. Ғамса, бір ғана батыру. Дым емес қой, түкте емес қой, не бопты? Өмір бақи бақытты көріп келатыр ғой. Ішемін демеді, жеймін демеді, бүкіл рахатты көрді. Өмірі белін бүгіп, маңдайынан тер шықпаған адам. Бірақ дозаққа бір батырылғаннан кейін, пендем, дүниеде не көрдің десе, Раббым Алла, мен дүниеде не көрмедім. Дүниедегі көрген нәрсемнің бәрі бақытсыздық дейді екен. Ойлаңызшы, дозақ та сондай ауыр болады. Жәннат қандай жеңіл болса.